Ассалаумағалейкум, қайырлы күн достар. Бүгін енді біраз болды видео түсірмегелі ютубқа. Так, бізде бройлерлер, бір айтып жіберейін қандай антибиотик, қандай пробиотик беріп жатқанымды. Так, бройлерлер өзімде қалатын партиялар, енді сатылатын сатылды, қалғаны қалды өзімде. Бұйырса өсіріп, етке өзімізге сойып жейміз, таныс тамырларға, туысқандарға сататын боламыз. Так, сонымен бүгін бізде үшінші күн бізде 3 күнге дейін тек бал мен су бердік. Үшінші күні мына стоп коксид деген ондай коксидиозға қарсы жаңағы вет аптекаларда болмаса Каспий магазинде, Каспий магазин өзіме удобно, содан заказ берем. Үйдің алдына дейін әкеп береді. Осыны 1 литр суға 1 миллиграмм араластырып, негізінде 2 күн берсе желательно жақсы. Мен 1 күн ғана бердім, 1 күн азаннан кешке дейін. Азанда 1 рет қойдым, әбетте алдым суды, қайтадан бітсін бітпесін ауыстырып. Себебі мынау 1 литр суға 1 миллиграмм араластырған уақытта ол 8 сағатқа ғана жарамды болады. 8 сағаттан кейін уже өзінің күшін жоғалтады, сондықтан 8 сағаттан қайтадан басқасын қойдым. Сөйтіп кешке қарай енді уже полностью сулары болды азайды деген кезде таза суға любой антибиотиктан кейін мен мынандай пробиотик беремін, Витом 1.1. Бұл бір айтқанда витамин ретінде десек те болады. Жаңағы антибиотик дәріден кейін тез оңалуына, организмі тез жаңағы дамуына, қалай айтсам болады, соған көмектеседі жақсы. Енді қанша дегенмен мынау химия, дәрі деген сияқты ғой. Содан кейін организмдер тез қалыптасу үшін осы Витом 1.1-ді қай вакцинаны салсам да, қай жаңағы алдын ала профилактика ретінде болса да берсем де, осы Витом 1.1 қолданамын. Қатты қымбатты емес, дәл қазір бағасын ұмытып тұрмын. Сондай барлық балапанға осылай пайдаланамын. Қазір міне берса балапандардың барлығы күйлері жақсы, бәрі қуат жүгіріп жүр. Одан кейін осы 2 күн беріп, одан кейін тағы да 2 күн демалдырам да, ешқандай дәрі бермеймін, таза суменен. Сосын барып уже неге ласота дейді, чумаға қарсы сол вакцинаны беріп тастаймын. Сол вакцинаны бергеннен кейін де осы Витом 1.1 қолданамын. Осыны 1 күн беремін. Сонымен болды бұларға. Тек одан кейін витамин беріп тұруға болады. Жаңа алькарал немесе чиктоник деген сияқты. Содан кейін уже бұлар енді 1,5 айда жаңағы етке сойылатын болғандықтан, одан кейін көп дәрі қолданбай қойған дұрыс бройлерге. Несушкаларға тура осы пропорцияны 3,5-4 айға жақындаған уақытта қайталаймыз. Осы коксидиозды, жаңа чумаға қарсы ласотаны. Сондай енді пайдасы болса бір пайдаланалар, дәл осылай қолданыңдар деп ешкімге айтпаймын. Мен өзім қолданып жатқанымды айтып жатырмын. Қолданатындар болса еш зияны жоқ. Мен өзімде жақсы, бәрі күйлері жақсы. Енді арасында шыққан кезде өзіналар кішкене недоношнялар болып шыққан, бұларды бөліп қойдым. Енді көреміз, емдеп жатыр. Қазір адам болып кетсе адам болып кетті, адам болмайтындары енді бәрібір ол слабый шыққан, гені дұрыс емес. Содан өлетіндер енді бәрібір өлет, оған енді ештеңе істей алмаймыз. Сондықтан сол келесі қандай видео болсын, комментарияға жазып кетіңдер, соған қарап обязательно видео түсіретін боламын.